угомонись. Потише, руки, да? Ой, выйди, потише. Сека, работай душой. Динарочка, темп. Болсашы тезірек кішкене, қоят орындалмай қапты ғой. Жанарочка, аккуратно, Жанара. Посуды дорогие, Жанара. Ағалақтырмаңызшы. Алсам бола ма? Рахмет. Стол шашатты. Давай тезечь. Я, бля, брат, сейчас принесу же. Маған керек дейсің ба? Давай, тезет. Блядь, заебал нахуй. Бауыржансың. Қашан неге айтамыз? Сәл қалып жарай ма? Мен қазір тез жинап тастайын. Мен сонда екен осында отыра берсем болады ма? Осында ар жақты кім күзетеді? Аның сасаға. Ол бірде бар, бірде жоқ. Ал сен оған қарағанда күшті күзетесің. Тез. Кешіріңіз. Сізбен сөйлесейін деп едім. Айта бер, не болып болды? Алдыңғы аптада ақша берем деп едіңіз. Өткен айда айлығым толық бермедіңіз. Соны бере аласыз ба? Маған квартираға төлеу керек еді. Сен проблемаң сол ма? Қысқасы былай, соңғы кезде минусқа жұмыс істеп отырмыз. Клиенттерден де жалоба түсіп отыр, мына ыдыстарың дұрыс жуылмайды, стакандарыңда помаданың ізі бар дейді. Қалай мен? Короче, бич, мә, 20 мыңды ал, қалғанын келесі апта аласың. Хорошо? Кешіріңіз, бірақ маған толық айлықты бере аласыз ба? Әйтпесе квартирадан шығарып жібереді. Келесі апта деген сөз түсінбейсің ба сен? Әлде? Қолыңызды... Ей, шыда дедің. Не өзіңді дофига умный санайсың ба? Сен сияқтылар миллион келіп алады ауылдан. Не образование жоқ, жұмыс іздеп. Жұмыс бер дедің, бердің. Ана балаңды әкелем дедің, әкел дедің. Басқа не керек саған, ана?
Қошақан, тұр ғой тез. Ей, кешігеміз мектепке, тұр. Онда тісімді жұма қойсам болады ма? Ой, бұл. Ке, ана. Ей, ақшамды қашан бересің? Күнде келе берейін ба саған? Көңілім көңілсіз ойға батқанда жол бата аласың ба? Өмірдің мен сүйген бояуларын ұната аласың ба? Уян, лес. Сәлеметсе. Абайла, бол тез. Гүлмира. Сәлем, ұйықтап қалдық біз. Біз де ұйықтап қалдық. Гүлмира, әкеліңіз. Сенде қарызға ақша жоқ па? Хозяйкаға төлеу керек еді. Өзімде де көп тиын жоқ. Жолда саласын деймін, сабағыңды дұрыстап оқы. Сау бол. Үніңе ие бол, иә? Тез. Жанар, рахмет. Бәрі қыздардың шаштары ұзын. Ал мен мама күт ұстақсы келеді. Мен ұзын шаш қалаймын. Жарайды, мен сен мамамен сөйлесем, бірақ сен шашынды дұрыстап күтуге уәде бер, жарай ма? Я өте берем. Сөзінен ұстадым. Мамамен бүгін кешке сөйлесем. Ильяс, кел. Қоймаймын. Жаным мен. Жақсылап оқы, иә? Иә. Я ертең собеседованияға келсін. Профессиональный няняларыңыз бар ма? Бағаларыңыз айтып жүресіз ба? А чё так дорого? Ага. Вы знаете, это какая семья? Вот именно поэтому у вас рейтинг самый худший. Не подходите. Уволены. Пожалуйста, няня тауып беріңіздерші. Мен няня таппасам, мен жұмыстан қуып шығады. Ой, я знаю, ваши перезвоните. Бұл номер менде бар ғой? Жоқ. Келмейді точно. Они очень капризные. Не деген нянялар жоқ пещера, агентство мынау. Не болды сонша? Бүйректен сирақ шығады. Оп-оңай тапсырма ғой. Бірінші өзіңіз іздеп көрсеңші. И вообще, неге мен іздеуім керек няняны? Жарайды, жақсы. Иә. Айтам. Ага. Что там, Нұргүл? Таптың ба? Я іздеп жатырмын. Іздеген несі? Давай жылдамдат сен тезірек. Кешегі жібергендерің біреуі де ұнаған жоқ. Бір маңызды тапсырма берсең өз істейсің сен енді. Давай тездет, сокращение кетіп қаласын әйтпесе. Я Марат Нургалиевич. Да. Уф, кетті. Онда мен де кеттім. Уже? Әлі 1 сағат бұрын қайда кеттің? А чё? Свидание шафрайн деп педің не? Болды онда. Өстіп жүргенде жұмыстан шығарып жібермесін, байқа. Шақырам. Жансая, ана әлі келді ма, білмейсің ба? Жоқ, Жанара, көрмедім. Болдың ба? Жансая, кешірші, сенде қарыз ақша жоқ па? Жанара ренжімеш, шын айтамын, жоқ менде. Со следующего месяца у нас будет курс английского языка дополнительно. Вам интересно? С носителем или местным? С местным преподавателем, но очень хорошим. Хорошо, я подумаю. До свидания. Отлично, спасибо, до свидания. Салонс. Нелли, я хотела с тобой поговорить. Говори. Я насчет аванса.
Недавно же зарплату выдавали. Да, я понимаю, просто мне с другой работы не доплатили. Нет, не получится. Родители только начали оплачивать этот месяц. Ну, может, как-нибудь. Не, Жанара, а ты можешь вместо меня посидеть, пожалуйста? Мне нужно идти, хорошо? Тығырыққа тірек қойдың ғой. Ә? Не? Не істедің ейсен? Сәлеметсіз бе, аға? Сәлемесің бе, Жанар? Сәлем, мам. Сәлем. Жүр енді. Қарама, мен отырып жатырмын. Мақтаншақ. Жарайсың, шепем. Аға, ренжімеңізші, кеш қалдырып жүргеніме. Просто менен басқа алып кететін ешкім жоқ. Жоқ, оны тастаған сайын мен мына шашки ойнаймыз ғой. Ойнаған сайын мен жеңіп кетіп жатырмын. Көрдің ғой мені? Міне. Жарайды, жүр, кеттік. Жарай, шепем. Сау бол, аға. Жақсы сау бол. Рахмет үлкен, аға. Жақсы сау бол. Сау болыңыз, қайырлы түн. Әке. Мұнан қара, Шашылдың ба? Жанар, Сәлем. что-то случилось? Үйдің есіктің кілтін ауыстырып жіберген ғой. В общем, сен үйінде тұра тұрса бола ма? А чё күйеуің көмектеспейді? Все-таки балаңның әкесі емес пе? Соси с него бабло. Ақшасы түгіл, қайда екенін де білмеймін. Басына келіп, хотя бір нәрсе өзгерткісі келіп жүріп еді. Қазір вообще жоқ болып кетті. Онда ашырас. 4 ай болды ғой кеткеніңе сенің. Мам, мен болдым. Дұрыстап жуындың ба? Я. Барлық жерін сүрттің ба? Я. Әпшуің жудың ба? Ты чё? Дұрыс қой, жуу керек қой. Балға сөйтіп айта ма? Все, задолбалась. Не болды? Мен жұмыстан кететін шығармын. Неге жұмысың жақсы ғой сенің? Еще зарплатасы да күшті. Да вот именно сол аз. Маған жетпейді, понимаешь? Еще бастық надоело уже. Постоянно соның жұмыстарымен бір ғой жүгіремін де жүрем. То няня тауып бер, то билет алып бер. Задолбал уже. А как мне зарплату поднять? Вечно, вот. Как всегда. Блин, еще ертең анау баласына няня тауып беруім керек. Ай, қолым, ай, артылар. Ей, не болды? Көзге қарап жүрмейсің ба? Ой. Қаз кетеді, болды. Қатыр болдың ба? Абайлап жүру керек, пожалуйста. Бар жүр. Көзге қарап жүр. Слушай, а может, ты попробуешь? Нені? Ну, няня болып. Қойсын ба? А чё? В смысле, мен няня? Сен деген развивашкада жұмыс істейсің ғой, правильно? Ана баланың тілін табуды білесің.
Мен сен просто ана нянялар агентствосынан келді деп айта салам, и все. Нұргүл, мен развивашкада уборщицамын ғой. Оларға тем более профессиональный няня керек шығар. Ей, сен петті бітірдің ғой. Бітірдім. Ну ладно, там 1,5 жыл ғана қалды. И чего? Тем более мен бастауыш класстың мұғалімімін. Вот именно, келіп тұр. Да вообще какая разница? Давай попробуешь. Да зарплатасы жап-жақсы деймін. Мен как раз қарзымды қайтарасын. Соля Рахатовна сейчас вас примет. Опыт работы 3 года. Недавно ушла, так как ребенок вырос. Опыт работы 7 лет няни. Работала в 2 семьях. Полгода работаю с особенными детками. Образования нету. Специализированные курсы нянь, высшее образование экономист. Колледж и владею английским, французским, а также испанским. Образование магистратура. А сколько оплатит оплата? Почасовую оплату не приемлю. За работу в выходные двойная доплата. Почему не называете сумму? Кстати, я беру только в долларах. Кстати, знаете, говорят, вот эта девушка в Лондоне работала. Я тоже так слышала. Языки знает. Ну да, скорее всего, ее возьму. Да, конечно. Сәлем. Бұл сенің ойыншығың ба? Қой тұр. Аяғыма түсіп кетсеші. Қой тұр дедің ғой енді. Бол, қойсаңшы. Бол, қой деймін. Никто не подходит. Последний вообще казахского не знает. Таких сразу убирайте, Айман. Моя няня должна говорить с моим сыном только на казахском языке. Я же говорила. Хорошо, Соля Рахатовна. Не понимаю, неужели так сложно найти хорошую няню в нашем городе? Почему я все должна делать сама? Соля Рахатовна. Вы кто? Здравствуйте. Меня зовут Жанара. Я к вам на собеседование пришла. Вот. Не нужно. Вы с агентства Жанара? Да. С какого? Алтын бала. Никогда не слышала. Дальше. Образование, опыт, дети, муж. Я замужем. Есть ребенок.
Мам, не болып жатыр. Отыр. Отыр тез. То есть с ребенком есть кому посидеть, да? Да, конечно, есть. Аға, кешіріңізші. Ильяс, сен жинал. Болса жинал. Рахмет, аға, үлкен. Жақсы. Бол, Аман тез. болыңдар. Образование у меня педагогическое. Қайда шықтың? Оқуыңды бітіріп алмадың ба? Да, опыт имеется. Работаю в развивашке. В целом я люблю детей и умею находить подход к ним. Спасибо, это все. О, ана келді. Ну, что там? Қалай болды? Алды. Регенші айлығы 250 мың теңге. Серьезно? Қарызын бересің ғой. Рахмет саған. И что, бала қалай екен? Ой, есім шығаратын сияқты. Мә алдындағы ненелер дұрыс айтқан ғой, иә, значит? Нұрғиқ тәте, мынау сізге. Ух ты, қандай күшті мынау, а? Мен бұны сақтап қоям, иә? Молодец такой. Балың қалыпты ғой? Иә, ой жасайды. О, жаным. Менші. Hadi. Ильяс, не істейсің? Кімге қалдырасың? No. Нұргүл тәте не в зоне доступа. У меня работа. Прости. Ну, летим. Жанар, бұның не? Үйге бала келуге болмайтын білесің ғой? Айман, ренжімеңізші. Просто мектепте каникул басталып, қай жерге қалдырарын білмедім. Бір бөлмеде отыра тұрса ештеңе етпес деп ойладым. Мен тыныш отырамын. Тек бір күнге ғана. Сәуле хатына естейтін болса, сені жұмыстан шығарып жібереді. Жүріңдер тезірек. Жақсы. И что анасыз, а? Ана маған айтады, маған кредит алып бер дейді маған. Біздің қыздар Малика, Сания. Сәлем. Қыздар танысып қойыңдар, біздің кезекті нянямыз. Жанар. Жанар, сенің полкаң төменде болады. Кешіріңіздер, баланы осы жерде қалдырсам бола ма? Әрине, кел оң. Тәп-тәтті өссің. Заттарымды. Заттарды төменгі полкаға қойсың. Осы жерге ма? Қыздар, отырмаймыз. Жұмыс істеңдер тезет. Ильяс, бұзық болма. Кетті. Мен оған айтып жатырмын, сен мене занимать еткенше уже жұмыс істемейсің. Қарыздан беті жоқ оның беті. Бұл үйдің өз тәртібі бар. Үйге кірер кезде ең басты тәртіп. Телефонды өткізіп кету керек. Кешке аласыз. Ерте алуға болмайды. Жақсы. Бірінші ай агентствоға төлемейміз. Келісім шартқа да отырмаймыз, соны айтып барасыз. Нағыздар жинамай кетті. Бұл айда осыға 4 агентствоға ақша төледік. Келген күтушілердің барлығы бір аптадан артық шыдамай кетіп қалды. Сізде 1 ай сынақ мерзімі. Жұмысқа 11:30-да келесің. Сосын водительмен бірге Димашты мектептен алуға барасың. Жұмыс уақытын 7:30-ға дейін. Егер де Сәуле Рахатовна мен Марат Нұрғалиевич бір жаққа баратын болса, ұзағырақ қаласың. И сосын Сәуле Рахатовнамен сөйлесуге болмайды.
ертең Димаш каникулға шығатын болғандықтан ол күні бойы үйде болмақ. Сіз 2 сағат бойы серуендеуге апаруыңыз керек. Оның өзінің ас мәзірі бар, тәтті жеуге болмайды, аллергиясы тағы бар. Димашта ПП. ПП? Правильное питание. Ең бастысы балаға дауыс көтеруге болмайды. Не сұрайды, не айтады, соның барлығына келсейсің. Түсіндің бе? Я түсіндім. Димаш, міне сенің жаңа няняң. Сәлем, Димаш. Сәттілік. Шық, мен бөлмеймін. Бөлмең әдемі екен. Білем. Мүмкін бірге роботтармен ойнаймыз? Өзің ойна. Мен ойнаймын, конечно. Димаш? Димаш? Оғым бітіп қалды ма? Ал, бері кел. Кел, кел. Ол, мен ойнамайым. Жақсы. Онда мен өзім ойнайым. Менің ойыншығымен ойнағың келіп тұр ма? Жоқ, ойнамаймын. Жақсы, мен қас қанаттарын жасай бастаймын. Одан қылыш жасасайшы. Шын ба? Онда кел бірге жасайық. Жасайсың ба? Galaxy 3000 senin Space Atlas'ını жеңеді. Жеңбейді. Димаш, бәрі дұрыс па? Ешқай жерлерінде ауыртып алмадыңдар ма? Жоқ. Сен неге бөлмеден шығасың, мен саған шықпа дедім ғой. Мен ішім пісіп кетті. Space Atlas ғой? Иә. Оны қайдан білесің? Сен кімсің? Димаш, бұл менің ұлым Ильяс. Ойнаған келе ме? Кім жеңеді екен, бір?
Аттарың кім? Менің атым Димаш. Сенің? Менің атым Ильяс. Димаш, ренжіме, бізге кету керек және ма? Ильяс, шық. Жинау керек, шешпесін. Ертең тағы келесіңдер ме? Әрине келеміз. Маманы айтпай қош Ильяс туралы, иә? Жарайды. Рахмет. Кеттік. Жүр. Тез-тез астына түс. Здравствуйте, Валерия Рахатовна, как вы? Жанар, ты чё? Чего? Ты лучше ей в глаза не попадайся. Почему? Она, кроме Айман, ни с кем не разговаривает. Снежная королева, если что-то хочет сказать, она оставляет записку. О, няня. Мне, что ли? Да? А почему Снежная королева? Но она никогда не улыбается и всегда такая грозная ходит. И поэтому Снежная королева. Осы сендердің көсек айтқаннан басқа жұмыстарың жоқ ау дейме? Барыңдар, жұмыстарыңды істеңдер. Қалайсың? Жақсы. Күшті, иә? Иә. Жанар істеп берді ма? Иә. Саған жаңа няня ұнады ма? Иә, жақсы. Баласы да жақсы екен. Жанары жұмыстан шығармаңызшы. Баласы? Сен оны қайда көрдің? Үйге келді. Жарайды. Жүрім ұйықта. Айман, с новой няни глаз не спускайте. Хорошо. И еще. Я сделаю вид, что не заметила. Но в следующий раз такого не допущу. Алло, да? Да, еду уже. Угу. Гүлмира, Ильяс сендерде бола тұрсыншы. Иә, не? Ой, рахмет, бұзық болма, Ильяс, жарай ма? Уайымда бол. Жүр. Рахмет. Жақындама маған. Ойнамай мен семен. Кел, ойнамай мен семен. Ойнағым келмейді мен семен. О, папа! Папа, қарашы, менде күшті робот бар. Пап! Да, Папа, қарашы! в том же месте, да.
мына жерді жақсылап жинайық, Айман тәте. Жанара, как раз мен сені іздеген едім. Сәуле Рахатовна өз құрбысына сенің агенттігіңді ұсынған екен. Мен сол жерге хабарласам, сені жұмыс жасамайды дейді. Түсінбедім, қалай? Алтын адам ғой, Жоқ, алтын бала. Алтын бала ма? Сол жерге айтшы, маған хабарласын деп. Жарай ма? Кешіріңіз, не үшін бір нәрсе болып қалды ма? Сенің жұмысың ұнатқаннан кейін хабарластық. Не істеймін мен? Бәрін біліп қоятын болды. Не үшін өтірік айтсайдың оларға? Мысалы, өтірік айтсайдың жоқ ғой. Просто агентство туралы айтсайдың. И вообще-то өзің бардың. Енді олар менің жұмыстан шығарып тастайды. Ақшаны да бермейтін шығар. Нұргүл, давай агентствоның директор болып сен хабарласасың оларға. Ты что, гонишь, что ли? А что? Сәуле мен Марат мені біледі ғой. Ты что, хочешь, чтобы меня уволили? Вообще-то осы жұмысты сен маған ұсындың. Мен айтпесе нормальный жұмыста бар едім. Мен таппадың ба менің проблемаларға араластырмай? Жанара, ну что ты обижаешься? Стой. Шешеміз бірден келсін. Вот жаңадан заказ түсетін болса, 50% менікі. Давай, солай келсеміз. Алдымен няня тауып алу керек қой. Ильяс? Иә. Қалауымыз, шықштаба. Жанар, сәлем. Сәлем. Түсінікті. Сонда алып келгендеріңіз. Бірақ няня ма? Бірақ біздің Гүлмира өте жақсы няня. Бұға дейін 2 семьяда жұмыс жасаған. Еще Гүлмираның өзінің 3 баласы бар. 2 ұлы және 1 қызы. Сонда қалай? Өзі жұмысқа кеткенде балаларын өтіп бар. Менің күйеуім бар ғой. Сол арайды, ол қазір жұмыссыз. Сіздер уайымдамаңыздар. Ол жағынан біздің қыздарда ешқандай проблема жоқ. Бұл күнге дейін Гүлмираға ешқандай претензия болмады. Түсінікті. Келістік. Бірақ агентствоның ережесі бойынша, егер няня маған ұнамаса, 1 жылдың ішінде ауыстырып бересің. Жақсы. Сәлем. Молодец, беремешечка. Тез қадым екен. Тез қадым екен. Ой, рахмет. Жақсылап тұрып жуу керек. Ала ғой. Ақша түсті. Қош? Қазір жартысын жіберем саған. Вот. Таза еңбекпен тапқан ақша. Мен ойлағаннан да оңай болып шықты ғой. Бөлмеге төлеп ұстау керек, әйтпесе басқа біреуге тапсырып ұстаса, кіре алмай қала. Көрдің бе? Нет ничего невозможного. Слушай, Жанар, может, бұл шаруаны мини-бизнеске айналдырамыз? Бизнес? Қалай? Ну, сен нянялар тауып отырасың. А мен болсам клиенттермен сөйлесем, келісіп отырам. Ну, примерно алайық, да? Нянялардың табысы 200-350 мың. Оның үстінен 50% агентствоға аламыз, а оның жартысы екеумізге қалады. Ойлашы, мүмкін біздің бұл бағымыз шығады. Тем более қазір жұмыс жасайтын әйелдер көп. А оларға кім керек? Конечно, няня керек. Просто бір рет қолымыздан келгеннен кейін солай екінші рет болады деп ойлайсың ба? Просто ойлашы, документ жасату керек, бәрі официально болу керек қой. Вот
Вот почему сен жаман ойлайсың, а? Бәрі жақсы болады. Уайымдамаш? Қалай ойлайсың? Бір донер болса, келсем. Бұған донер болса болды әйтеуір. Күнде донер жейдің балам. Жаным. Ну чё, жұмыс істейміз ба? Келістік па? Ну давай. Жарайды, көрейік. Мы будем делать бабки. Бабки. Так, жолдашыңыздар. Жанар мен Гүлнұр тәтелерің келе жатыр. Ну, тебе повезло, что я не сдал твою комнату. Да, спасибо. Я теперь задерживать не буду. Ну, хорошо. Сәлем, Димаш, қалайсың? Жақсы. Робот жасау курсына жазылдым. Сосын робот жасаймын да саған берем. Ильясқа апарып бересің. Рахмет. Жарайды. Как ты посмел так разговаривать со мной на людях? Да ладно делать из мухи слона. Я твоя жена, не какая-нибудь девчонка, понял? Да вечно недовольная. Что недовольна? Вечные претензии какие-то. Почему недовольна? Ты можешь себя вести как человек? Почему нельзя выйти? Все, тихо! Уже уходите? Да. До свидания. Димаш уже уснул. Что значит уснул? Ну, он за целый день переутомился. Айман, тебе не кажется, что Димаш слишком рано лег спать? Ты что, ему что-то подсыпал? Нет. Простите, но мне нужно сына с продленки забрать. Я и так уже задержалась. Можно я пойду? Нет, не можешь. Айман, будем делать анализ крови. А ты быстро звони в свое агентство, будем разбираться. Поняла? Сәлем достар, қазір мен сіздерге келесі серияны қалай көруге болатынын түсіндірем. Осы серияның астында сілтеме бар. Соны басып, келесі серияны көрсеңіздер болады. Көңілім көңілсіз ойға батқанда жол бата аласың ба? Өмірдің мен